Сәлем қыздареки. Жаңа жылға дайындық жалғасуда. Бүгін Алматыда қар жауғандықтан қарға қатысты дизайн салуды шештім. Гель лакты 2 слойға жағып алып, оны кептіріп аламыз. Одан кептіргеннен кейін үстіне біз втирать етеміз. То есть втирка жақсы ұстау үшін один секретик, ол лампадан шыққаннан кейін суымай тұрып втирканы жағатын болсаңыз, онда втиркаңыз жақсы ұсталады тырнақта. Одан кейін біз оның үстіне прозрачный гель лакпен, менің случайымда топпен, мен үстінен снежинкалар салдым. Одан кейін оны кептіріп алғаннан кейін үстін мен спиртпен, безворскую салфеткамен алып сүртіп алдым. Сол кезде көк цвет қалды да, ал прозрачныймен салынған снежинкамыз әдемі түс беріп, күшті эффект берді. Одан кейін сүртіп алғаннан кейін кішкене кептіртіп, оның үстінен ақ гель лакпен әдемілеп снежинканы саламыз. Одан кейін оны алып кептіріп аламыз, үстінен топ жағамыз. Топты жаққаннан кейін матовый жақтым. Мен осы сөзде қандай керемет эффект берді, қараңыздар. Менде матовый топ кішкене липким слоем, содан кейін сүртіп тастадым. Одан кейін ақ қарлардың үстінен мен кішкене блеск жаққым келді, содан кейін оформить еттім. Сіздерге бұл дизайным ұнаса, лайк басып, подписка жасап, комментарий жазып қойыңыздар. Бұдан да күшті дизайндарды салуға постараюсь.